Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы рационал сандарды көбейту. Бүгінгі сабақта сіз рационал сандарды көбейтуді үйренесіз. Алдымен мынадай мысалды қарастырудан бастайық. Жалпы екі санды көбейту дегеніміз не еді? Мысалы, 5-тің 3-ке көбейтіндісін қалай есептейміз? Сіздер білесіздер, мысалы, 5-ті 3-ке көбейту үшін 5 қосылғышын 3 рет қосу керек. Сонымен 5-ті 3 рет қосатын болсақ, қосындының мәні 15-ке тең. Ал біздің тақырыбымыз рационал сандарды көбейту, айталық -5-ті 3-ке көбейту керек болсын. Ендеше біз дәл осы алдыңғы мысалдағы тәсілді қолданып, осы -5 қосылғышын 3 рет қосайық. Яғни -5 қосу -5 қосу -5. Бұл жерде сіздер теріс сандарды қосуды білесіздер, яғни теріс сандардың қосындысы теріс санға тең, демек бұл қосындының мәні -15-ке тең болады екен. Яғни, қысқаша жазатын болсақ, сонымен -5-тің 3-ке көбейтіндісі -15-ке тең болып шықты. Ал егер көбейтінудің ауыстырымдылық қасиетін қолданып, көбейткіштердің орнын ауыстырып жазатын болсақ, онда 3-тің -5-ке көбейтіндісі де -15-ке тең болады екен. Сонымен біз бұл мысалдан не қорытып шығарамыз? Егер таңбалары әртүрлі екі рационал санды көбейтетін болсақ, ол көбейтіндінің мәні теріс санға тең болады екен. Ендеше таңбаларына қарайтын болсақ, яғни теріс санды оң санға көбейткенде теріс сан шығады екен, және де оң санды теріс санға көбейткенде де теріс сан шығады екен. Енді осы мысалдың негізінде таңбалары әртүрлі рационал сандарды көбейту ережесін қарастырайық. Сонымен, таңбалары әртүрлі екі рационал санды көбейту үшін бірінші көбейткіштердің модульдерін көбейту керек, одан кейін көбейтіндінің мәнінің алдына минус таңбасын қоюға жет екен. Ал енді осы ережені қолданып келесі мысалдарды шығарып көрейік. Сонымен, бірінші мысал -8 бен 7-нің көбейтіндісін табу керек. Жаңағы айтқан ереже бойынша біз алдымен олардың модульдерін көбейтеміз, яғни -8-дің модулі 8-ге тең, 7-нің модулі 7-ге тең. Және де көбейтіндінің алдына минус таңбасын қоямыз. Сонда -8 бен 7-нің көбейтіндісі -56-ға тең екен. Және бұл жерде біз осы модульдердің көбейтіндісін ауызша орындап, бұл көбейтіндіні қысқаша мынадай түрде жазамыз. Яғни -8-ді 7-ге көбейткенде -56-ға тең болады деп. Келесі мысал, бөлшектердің көбейтіндісі, яғни -3-тен 2-ні 16-дан 9-ға көбейту керек болсын. Бұл жерде тағы да ережені қолданатын болсақ, яғни -3-тен 2-нің модулі 3-тен 2-ге тең, 16-дан 9-дың модулі 16-дан 9-ға тең, осы модульдерінің көбейтіндісінің алдына минус таңбасын қоятын болсақ, бізде бұл көбейтіндінің мәні -8-ден 3-ке тең болады екен. Қысқаша біз оны -3-тен 2 көбейтілген 16-дан 9 тең -8-ден 3 деп жазамыз. Келесі мысал, ондық бөлшектердің көбейтіндісі, бұл өрнекте 1,6-ны -0,2-ге көбейтуіміз керек. Бұл жерде де ереже бойынша екі көбейткіштердің модульдерін көбейтіп, көбейтіндінің алдына минус таңбасын қоямыз. Сонда бұл көбейтіндінің мәні -0,132-ге тең екен. Қысқаша жазылуы, яғни 1,6 көбейту -0,2 -0,132-ге тең болады екен. Ал енді келесі мысалдар қарастырайық. Егер көбейткіштердің біреуі -1-ге тең болса, онда көбейтіндінің мәні қалай болады екен? Мысалы, берілген алғашқы өрнек -1-ді 9-ға көбейтейік. Бұл жерде де ережені қолданып көбейтетін болсақ, яғни -1-дің модулін 1-ді 9-дың модуліне, яғни 9-ға көбейтеміз. Және де көбейтіндінің алдына минус таңбасын қоямыз. Сонда нәтижесінде -9 санын аламыз. Енді екінші мысал қарастырайық. Айталық 3,4 санын -1-ге көбейтейік. Бұл жерде де ережені қолданамыз, яғни 3,4-тің модулін -1-дің модуліне көбейтіп, алдына минус таңбасын қоямыз. Сонда бұл көбейтіндінің мәні -3,4-ке тең болады екен. Бұл мысалдардан біз не байқаймыз?
Егер рационал санның минус 1-ге көбейтетін болсақ, онда көбейтіндінің мәні оған қарама-қарсы санға тең болады екен. Яғни, мысалдардан қарасаңыз, 9-ды минус 1-ге көбейткенде оған қарама-қарсы сан минус 9 алдық. 3,4-ті минус 1-ге көбейткенде оған қарама-қарсы сан минус 3,4 саны шықты. Егер біз осы мысал мен ережені әріп арқылы жазатын болсақ, яғни А санын минус 1-ге көбейту керек болса, онда бұл көбейтіндінің мәні А-ға қарама-қарсы сан минус А-ға тең болады. Немесе минус А санын минус 1-ге көбейткенде минус А-ға қарама-қарсы сан А саны шығады екен. Ал енді екі теріс рационал санды көбейту қалай орындалады екен? Ол үшін мынадай мысал қарастырайық. Минус 4 пен минус 5-тің көбейтіндісін қалай табамыз? Ол үшін бұл өрнектегі минус 4 санын біз минус 1 мен 4-тің көбейтіндісі ретінде жазайық. Және осы көбейтіндіні минус 5-ке көбейтеміз. Сонымен бұл өрнектегі біз көбейтудің терімділік қасиетін қолданып, алдымен 4 мен минус 5-ті көбейтеміз. Яғни біз бұл жерде таңбалары әртүрлі сандарды жаңа алдыңғы мысалдарда қарастырдық, оны көбейтуді білеміз. Одан соң осы көбейтіндіні минус 1-ге көбейту керек болады. Сонымен 4 пен минус 5-тің көбейтіндісі ол минус 20-ға тең екен. Енді минус 20-ны минус 1-ге көбейту керек. Жаңа біз алдыңғы мысалда айтып өткендей, рационал санды минус 1-ге көбейткенде оған қарама-қарсы сан шығады. Яғни минус 20-ға қарама-қарсы сан 20 шығады екен. Сонымен біз бұл мысалдан не түсіндік? Минус 4-ті минус 5-ке көбейткенде 20 саны шықты. Ендеше екі теріс санның көбейтіндісінің мәні оң сан болады екен. Яғни теріс санды теріс санға көбейткенде оң сан шығады. Енді екі теріс рационал санды көбейтудің ережесін қорытайық. Сонымен екі теріс санды көбейту үшін көбейткіштердің модульдерін көбейту керек. Ал енді осы ережені қолданып келесі мысалдарды шығарайық. Сонымен бірінші мысал минус 8 бен минус 7-нің көбейтіндісін табу керек. Жаңа ғана ережеде айтып өттік, екі теріс санды көбейту үшін олардың модульдерін көбейтсек болғаны. Сонымен минус 8-дің модулі 8-ге тең, ал минус 7-нің модулі 7-ге тең. 8 бен 7-нің көбейтіндісі 56-ға тең. Демек, оны қысқаша түрде минус 8-ді минус 7-ге көбейткенде 56 саны шығады деп жазамыз. Келесі мысал, бұл жерде теріс бөлшектердің көбейтіндісі берілген өрнекте минус 5-тен 2-ні минус 22-ден 15-ке көбейту керек болсын. Бұл жерде де біз олардың модульдерін табамыз. Яғни бірінші бөлшектің модулі 5-тен 2-ге тең, ал екіншісінің модулі 22-ден 15-ке тең. Бұл екі бөлшекті көбейту үшін сәйкес қысқартуларды орындаймыз. Яғни 2 мен 22 қысқарады, 15 пен 5 қысқарады. Сонда шығатын мән 11-ден 3 екен. Бұл өрнектің жазылуын қысқаша түрде минус 5-тен 2 мен минус 22-ден 15-тің көбейтіндісі 11-ден 3-ке тең деп жазамыз. Келесі өрнек минус 40-ты минус 0,3-ке көбейту керек болсын. Бұл жерде де алдымен модульдерін табамыз, яғни 40-ты 0,3-ке көбейтеміз. Сонда бұл көбейтіндінің мәні 12-ге тең болады екен. Яғни қысқаша түрде оны минус 40 көбейту минус 0,3 12-ге тең деп жазамыз. Егер көбейткіштердің біреуі 0-ге тең болса, онда көбейтінді де 0-ге тең болады. Мысалы, минус 87 теріс санын 0-ге көбейткенде 0 шығады, немесе керісінше 0-ді минус 12,5-ке көбейткенде 0 шығады екен. Осы ережені есте сақтаймыз. Енді осы айтылған ережелерді қолданып, келесі тапсырмаларды орындайық. Сонымен бірінші тапсырма көбейтуді орындаңыз. Берілген өрнектегі көбейтінділердің мәнін өзіңіз есептеп көріңіз. Есептеп болсаңыз, экрандағы жауабымен тексерейік. Сонымен бірінші өрнек минус 15-ті 6-ға көбейту керек. Ереже бойынша таңбалары әртүрлі сандарды көбейткенде теріс сан шығады. Демек, біз бұл жерде 15 пен 6-ны көбейтіп, алдына минус таңбасын қоямыз. Сонда минус 15-тің 6-ға көбейтіндісі минус 90-ға тең болады екен. Екінші өрнекте де дәл осы ережені қолданып, біз 12-нің минус 9-ға көбейтіндісі минус 108-ге тең деп жазамыз.
Үшінші өрнек, минус 2-ні 35-ке көбейту керек. Бұл жерде де таңбалар арты сандарды көбейткенде теріс сан шығады. Демек, көбейтіндінің мәні минус 70-ке тең болады. Төртінші өрнекте минус 13 пен минус 7-нің көбейтісін табу керек. Байқасаңыздар, бұлар екеуі де теріс сан. Жаңа ережеде айтып өткендей, екі теріс санның көбейтіндісі оң санға тең. Демек, біз бұл жерде 13 пен 7-ні көбейтеміз, сонда оның мәні 91-ге тең екен. Келесі өрнек, минус 0,8-ді 4-ке көбейту керек. Бұл жерде де көбейтінінің мәні теріс сан шығу керек, және де осы сандардың модульдерін көбейткенде 3,2 шығады екен. Сонда алдына минус таңбасын қоямыз, яғни бұл көбейтінінің мәні минус 3,2-ге тең болады. Алтыншы өрнекте 100-ді минус 2,15-ке көбейткенде минус 250 шығу керек. Жетінші өрнек, 253-ті минус 1-ге көбейтеміз. Бұл ереже бойынша рационал санды минус 1-ге көбейткенде оған қарама-қарсы сан шығады, яғни бұл көбейтінінің мәні минус 253-ке тең болу керек. Және соңғы өрнек, минус 1-ді минус 8,9-ға көбейткенде минус 8,9-ға қарама-қарсы сан 8,9 саны шығады екен. Осымен оқушылар, бүгінгі сабақта біз рационал сандарды көбейту ережесімен таныстық. Осы ережені қолданып, бір қатар есептер шығардық. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.